Сәлеметсіз бе Гүлжан апай? Сәлеметсің бе Асанжан? Жанасылға келіп едім. Үй тапсырмасын бірге орындасақ дегенбіз. Кіре ғой Асан, Жанасыл бөлмесінде. Жүре ғой. Жанасыл, саған Асан келіп тұр. Кіре берсін. Жанасыл, саған бөлмеңді жина деп қанша рет айтам. Мынау не сұмдық? Әбден былығып кетіпті. Анашым, қойш. Бұл менің бөлмем ғой, маған осылай ұнайды. Сенің бөлмең болса, онда түптен таза ұстасаңшы. Бөлмеңде мен емес, өзің қой тұратын. Қане, орныңнан тұр да жина. Асаннан ұялмайсың ба? Сосын жинайым. Ойынды өшір де, Асан мен сабағыңды орында. Қазір мына ойынды бітіре салайын, сосын орындайым. Кіре бер, Асан. Анаңмен қалай сөйлесесің? Ата-ананы сыйлауың керек қой. Енді сен жетіспей тұр едің ақыл айтатын. Біреуіңнен құтылдым ба десем? Кел, сабағымызды орындап тастайық. Сен орындай бер. Айтпақшы, мен TikTok-тан мықты дос тауып алдым. Бірнеше күн болды сөйлесіп жүргенімізге. Ол да Sony PlayStation ойнағанды ұнатады екен. Ойындары да өте көп. Бұрын кездескен балам еді? Жоқ, ешқашан көрмегенмін. Айтып отырмын ғой, тек TikTok арқылы сөйлесіп жүрміз деп. Менің ата-анам әлеуметтік желілер арқылы бөтен адамдармен сөйлесуге рұқсат бермейді. Әр жағында кім отырған білмейсің ғой? Негізі менің де ата-анам рұқсат бермейді. Бөтен адамдармен сөйлеспе, олар шақырса барма, олардан аулақ жүр деп күнде миымды жейді. Олар әлеуметтік желі дегенді қайдан түсінсін? Қазір достарды тек осылай ғана табасың ғой. Сосын ата-анама менің әлеуметтік желіде не істеп жүргенімді, кіммен сөйлесіп жүргенімді қайдан білсін? Аккаунтымда да өз атым емес, мүлдем басқаша жазылған. Фотом да өзімдік емес. Міне, көрдің бе? Сен танысып, дос боп жүргендер де сен сияқты басқа есіммен, басқа фотомен отырған шығар. Асан, қойш, одан да сабағыңды оқы, мен достарыммен біраз сөйлесіп алайын. Қой, Жанасыл, кеш боп кетті. Ата-анамды алаңдатпай үйге қайтайын. Сен бәрібір босамайтын секілдісің ғой. Тоқта, мен сені шығарып салайын. Бір жағынан жаңа танысқан досыммен кездесіп, бірнеше жаңа ойындар ала келейін. Сенің үйіңе жақын тұрады екен. Жанасыл, қайда кетіп барасың? Асанды шығарып салам. Асан, жақсы, сау бол. Досым осы жерге өзі келетін болды. Мекен жайды жіберіп қойдым. Жақсы, ата-анаңды алаңдатпай ертерек қайт. Жарайт, сау бол. Коко, дереу дабыл қаққан мониторды экранға шығар. Құп болады, агенті. Мәссаған, баланы ұрлап барады ғой. Робо, сақшы! Көз жазып қалмай тұрғанда жылдам қылмыскерлердің соңына түсейік. Жанасыл, балам, амансың ба? Айттым ғой саған, бөтен адамдармен ешқашан сөйлеспе деп. Жанасыл, біз үлгермегенде енді сені бұл елден таппай қалатын едік. Анаңның тілін неге алмайсың? Анашым, кешіріңізші.
мен екінші бұлай істемеймін. Рахмет сіздерге. Асан болмағанда полицияға да хабар бере алмас едік. Балақай, бұл адамдармен неге кездесіп жүрсің? Әлеуметтік желіде таныстық. Бірақ танысқанда өзім қатарлас бала болған. Жанасыл, әлеуметтік желіде бөтен адаммен сөйлесу тіпті қауіпті. Себебі өтірік жалған аккаунттармен адамдарды арбап, алдап, әртүрлі мақсатта осылай ұрлап кететіндер көп. Бұған бүгін анық көз жеткіздім. Екінші ата-анамның сөзінен шықпайтын болам. Қала орталығында интернет арқылы арбап, бала ұрлап бара жатқан қылмыскерлер ұсталды. Әлеуметтік желілерде өтірік аккаунт ашып, балалармен достасып, кездесуге шақырып, ұрлаумен айналысып келген бұл топтың басқа да қылмыстарын анықтау үшін тергеу жұмыстары басталды. Мына жаңалықтарда біз жайлы бір ауыз сөз айтпады ғой. Біз болмасақ, полиция қылмыскерлерді ұстай алмас бет. Сақшы, біз жақсылықты жаңалыққа шығу үшін, я танымал болып атақ алу үшін жасамаймыз. Ізгілікті адамзат үшін, әлем үшін жасаймыз. Біздің ұранымыз қандай еді? Әлемді ізгілік құтқарады.